Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін Рико KZ. Общем-то дейтін мен кино түсірдім, киноның еңбек өте көп кеткен, еңбектеріміз біраз болды. 3-4 катқа түсірдік, киноның бірінші, екінші бөлімін түсіріп болдым, енді үшінші бөлім қалды. Үшінші бөлім шықсын десеңдер аямай лайкты басыңдар, 2 бөлімін шығарамын. Қазірше бірінші бөлімін көре тұрыңдар, үшінші лайктарыңды басып, бастау өз ойларыңды комментариямен бөлісіп отырыңдар. Не ойлайсыңдар, қандай кино шықсын алдыда, сол туралы жазып кетіңдер комментарияда. Ұнады, ұнамады, лайктарыңды аямай басып кетіңдер. Біз қанша уақыт еңбектендік, оның монтажы бар. Үшінші еңбекті бағалап лайкты басасыңдар деген үміттемін. Все, онда кеттік ал киноға. Баяғыда Рико дейтін бала болыпты, оның қасында Баха, Ерко, Ерке дейтін 3 досы болыпты. Бұл 3 досымен бірге олар билеп, сәлемдесіп жүр екен. Көңілді 3 дос болыпты. Бұл үшеуі билеп жатады. Сөйтіп Рико айтады: "Жеги, не істейміз, іш пысты ғой, қайда барамыз?" деп айтады. Сосын барып арасынан Ерик айтады: "Мә, жүріңдер, бір жаққа луттауға барайық" деп жатқанда, сөйтеді оларды артынан біреу автоматпен ата бастайды. Сөйтеді Рико: "Қашыңдар, қашыңдар" дейді. Рико қашады, сразу секіріп Рико артынан сумка алады, ол әйтеуір сумканы жерден алады. Сөйтіп олар қашып келеді ана хангар жаққа. Ұшатын жер аэропорт дейді ме, сол жерге келіп алады, үшеуі тығылып билеп давай деп болады әйтеуір. Рико: "Үйіме қайтам, жеги, мен үйіме кірем, жаңа менің атым, білмеймін, шыға алмайтын шығармын" дейді. Рико үй жағына жемен қайтам деп балдармен қоштасып жатады. Сөйтіп давай деп балдармен қоштасып жатады. "Давай, сау, жеги" дейді Рико. Дейтін давай деп үйіне енді қайтып бара жатады. Сөйтіп білмеймін, Рико қай жерден әйтеуір бір жерден құлап қалады. Сөйтіп деп достарына айтады. Достар жүгіріп келеді. Рико не болды деп қасындағылар сұрап жатады. "Не болды?" "Мен аға түсіп қалдым" деп айтады. Ал Рико болса: "Қалай түсіп жүрсің" дейді. "Рико нупсың" деп арасында Ерик арасында айтып жүреді. Сөйтіп енді Рико емделіп кетіп бара жатса, алдынан біреу атайын деп жатады. Сөйтіп олар бір жерге кетіп қалады, тағы көпірге мініп алады. Бәрі барып машина келеді, Ерик руліне отырып алады. Сөйтіп кеттік дейді бұлар, УАЗикке отырып алып. Рико сосын метка қояды: "Мұнда барайық, жеги" дейді. Таңгердің ортасына метка қойып қояды Рико. Рико батыр кәдімгі. Сөйтіп барып сол жерге барып алады. Рико дейтін қасына жолдастарын ертіп алып, Риконың біреулер, Риконың жаны аз, жолда әрең жүріп, Рико сөйтіп жүріп бір жерден құлап қалады. Рико аяқ астынан достар келеді: "Рико нупсың" дейді. Бәрі сәлемдесіп деп. Рико достар жалынып атады. Рико: "Тұрғызыңдаршы достар, тұрғызыңдаршы" дейді. Арасынан Ерик тұрғызады, сол кезде алтын мазақтап жүрген бала мақұл деп тұрып. Сөйтті: "Не істейміз жеги, мен монстр трак көрдім, кеттік" деп жатқанда, сөйтіп Ерко бір жаққа кетіп бара жатыр. Әйтеуір Ерконы шақырады, күтейік дейді. Риконың адамгершілігі бар екен. Қасындағы достар әдемі киініп алған, Риконы менсінбейді, күледі, мазақтайды. Риконы бәрі кемсітіп жүреді. "Ойнай алмайсың, нопсың" дейді киіміне қарап. Рико бірақ әдемі аружлар ұстап алған, соның өзіне менсінбейді. Риконы себебі түрі жаман болатын, нашар киімдер киіп алып. Сөйтіп Рико жасыл жонаға түсіп, Риконың жаны кетіп жатыр. Рико жүгіре алмай тоқтап қалып жатыр қайта. Риконың жаны кетіп дейтін бар, жүгіріп әрең тоқтап монстр тракқа міне алмай қалып кетеді. Сөйтіп достарына айтады: "Достар, тоқтаңдаршы" деп Рико жолда қалып кетеді. Ал достар оны мазақтап, өзі бай достар, мықты ойнайтындар мініп бірге қашып кетеді Рикодан. Рико жете алмай қалып кетеді. "Жеги, тоқтаңдар, мен де отырам" деген күйі Рико қалып кетеді. Рико оларды жаяу қуып жетем дейді. Жүгіріп атады артында машинаны. "Алдынан шығамын" дейді. Машинаға қарап қай жерде жазу көрінсе сонда тіке жүгіріп бара жатады. Жүгіріп жатыр, достары мазақтап қашып жатыр. Деп сықырып. Сөйтіп жүріп Рико рикша тауып алды, рөліне отырды. Басып бара жатыр. "Мен Рико қуып жетемін" отыр. "Монстр тракты рикшамен" дейді. Сөйтіп тоқтаңдар деп кетіп бара жатыр Рико. Достар ысқырып мәжақтап қашып бара жатыр монстр тракпен Риконы. Рико тоқтаңдар деп жылап әлі келе жатыр, Рико жете алмай. Сөйтіп Рико қуып жетіп алады оларды. Сөйтіп Рико бір адамды атады да, одан байқап қояды. Одан кейін Риконың достарын өлтіре бастайды олар. Рико атады,
жөндөн нуп секілді атып тигізе алмайды. Қасындағы достарын өлтіреді Рико үшін. Риконың бір досын өлтіріп тастайды. Сөйтеді Рико жүгіріп бара жатса, Рикоды сразу құлап қалады. Тарт атып. Одан кейін оны құтқарам деп келген достарын да жаймен ата бастайды. Олардың жандар кетеді, сөйтіп құлап қалады. Рико үшін бәрі тұрғызамыз деп құлап қалады. Нупсын деп. Одан кейін бәрі келеді, Рикоға айтады, сен ойнай алмайсың, сенің кесірінен өлдік деп айтып жатыр бәрі. Сөйтті Ерко келеді, Баха, Ерко бәрі айтады, сенің кінәң, бәрі сенің кесірінен өлдік. Біз сенімен дос болмаймыз дейді. Міне Ерко да айтып жатыр, Ерко кеттік, қаштық деді. Ночной клоун бәрі қашып кетті, мейлісің бе Риконы. Рико дейтін нуп, ол жүгіре алмай жатыр, мен үстіне киіп алған киімі. Қара қашып баратыр бәрі Рикодан. Досы Рико айтады, жеге енді олай қайталанбайды, мен нормально ойнаймын, сендер мені тастамаңдар дейді. Рико күтіңдер деп қалып кетеді. Олар машинға отырады, тайып қалады, қашып кетеді. Рико болса қалып кетеді. Жеге мені тастамаңдаршы дейді. Сонда да жігіттер Риконы тыңдамай қашып кетеді. Рико бір өзі қалып кетеді.